Баршаңызға сәлем. Бүгін дәмі тіл үйірер кешкі асқа тептелі жасасаңыздар болады. Картошка қосып өте дәмді болып шығады. Және де ең алдымен фаршқа майдалап туралған пиязымызды, күрішімізді қосамыз. Оның үстіне тұзымызды, қара бұршымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін кішкене бөліктерге бөліп алып, дөңгелектеп формаға келтіріп аламыз. Кейін пиязымызды турап аламыз және де қызыл бұрышымызды, сәбізімізді, картошкамызды барлығын алдын ала турап аламыз. Қызыл бұрышты қоспасаңыздар да болады. Міндетті емес, егер де қоссаңыздар өте дәмдірек болып шығады. Сәбізді өз қалауларыңыз бойынша турайсыздар, картопты ұзынырақ етіп турап шығамыз. Қазанымызға немесе сковородкамызға кішкене май құйып, пиязымызды салып, қызарғанша қуырып аламыз жарты минуттай. Кейін үстіне сәбізімізді саламыз, сәбізімізді 1-2 минуттай қуырып аламыз. Сәбізімізді қуырып болғаннан кейін үстіне қызыл бұрышымызды, томатымызды және де паприка, тұзымызды, үстіне 1 помидорды қосып жіберсеңіздер де болады. Майдалап турап, барлығын жақсылап араластырып, қуырамыз 2-3 минуттай. Барлығын орташа отта қуыратын боламыз. Картошкамызды, тептелейімізді орналастырып болғаннан кейін үстіне салқын су құямыз. Салқын су тептелейдің жартысына дейін жетіп тұру керек, және де кішкене ғана тұз сеуіп жібереміз. Қатты отта қайнатып аламыз. Және де ащы бұрышты қаласаңыздар, кішкене ғана ащы бұрыш салып жіберсеңіздер болады. Міне біздің кешкі асымыз дайын. Өте дәмді болып шығады. 20-30 минуттай қайнатамыз, толықтай пісіп шығады. Және де тарелкамызға салып, ұсынсақ болады. Ас болсын. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Сіздермен болған Оразгүл.